Сәлеметсіздер ме, қымбатты балалар? Сендер Қазақстанның табиғаты қаншалықты бай және әдемі екенін білесіздер ме? Асқақ таулар, шексіз дала, ормандар, өзендер, әсем көлдер, мұның бәрі біздің отанымыз. Бүгін біз бүкіл әлемдегі ең жұмбақ көл шексіз қазақ даласының ортасына жайылған Балқаш көлі туралы әңгімелейтін боламыз. Ғалымдар көлдің 35 мың жылдан астам уақыт бұрын пайда болғанын анықтаған. Ол жарты ай пішіндес. Табиғат оны екіге бөлді. Батысы тұщы суға толы, шығысы тұзды. Бұл таңғажайып табиғи құбылыс. Балқаш Азиядағы ең ірі су қоймаларының бірі болып табылады. Әлемдік көлдер тізімінде ауданы бойынша 15-ші орында. Көлдің ұзындығы шамамен 600 шақырымды құрайды. Бірақ көлдің үлкендігіне қарамастан көл терең емес. Орташа тереңдігі небәрі 6 метр. Ал Алакөлде ол 22 метрді құрайды. Ежелгі заманнан бері адамдар Балқаштың тарихына қызығушылық танытқан. Аңыз бойынша бұл өлкеде Балқаш атты құдіретті сиқыршы өмір сүрген. Оның сұлу қызы Іле болды. Қыздың даңқы бүкіл аймаққа тарады. Сонымен күйеу жігіттер оған құда түсе бастады. Олардың арасында байлар мен хандар болды. Бірақ олардың бәрі қыздың сұлулығына лайықсыз көрінді. Сонда қарт Балқаш күйеу жігіттер байқауын ұйымдастыруды ұйғарды. Балқаштың ойы бойынша Іленің күйеуі ең ақылды, епті және мықты адам болу керек еді. Бұл туралы жас Қаратал естіді. Жігіт өте кедей еді, бірақ ол өз бақытын сынап көруді шешті. Іле жас жігітке бір көргеннен ғашық болып, әкесін оған байқауға қатысуға мүмкіндік беруге көндірді. Қаратал барлық сынақтан оңай өтті, бірақ ақсақал уәдесін бұзып, қызын Қараталға бермеді. Әкесінің әділетсіздігіне Іле көнбеді. Қаратал болса ұзақ ойланып сүйіктісіне көрші ауылға қашып кетуді ұсынды. Сол түні ғашықтар қашып кетті. Сіздер қалай ойлайсыздар, сиқыршы қатты ашуланды ма? Мұндай ашуды ешкім ешқашан көрмеген. Балқаш жан даусымен айғайлап қызына қайтып келуге бұйырды. Бірақ Іле мен Қаратал қарияның айтқанын орындамады. Жастардың бұл қылығын көріп сиқыршы қашқындарды қуып жетіп, жылқыларының тұяғының астындағы жерді үлкен көлге айналды. Содан бері бұл көл Балқаш деп атала бастады. Ал қызы Іле мен оның сүйіктісі Қараталды осы көлге әр жерден құйылатын өзендерге айналдырды. Көптеген ғасырлар бойы олар қосылуға тырысып, қайнап тасып жатады. Міне, осындай әдемі және сәл қайғылы аңыз. Балқаш сиқыршысы дұрыс әрекет жасады деп ойлайсыздар ма? Ал сіз оның орнында не істер едіңіз? Біз бүгінгі сабағымызды осымен аяқтаймыз. Жақсы күнде кездескенше.